Бүгінгі қасиетті жұманың сіздермен бөлісетін уағызымыздың тақырыбы «Қанағат, рахым, ойлап қой, 5 асыл із білсеңіз» деген бабамыз Абай Құнанбаевтың сөзінен, өлең шумағынан үзінді қанағат, рахым жайында. Ислам діні адамзаттың асыл қасиеттері, барлық асыл қасиеттерді бойына сіңіріп, көркем мінезді, парасатты тұлға болуға, қалыптасуына үндейді, соған шақырады. Алла Тағала қасиетті Құранда Бисмиллахир-рахманир-рахим Инналлаха я'муру бил-адли вал-ихсани ва ита'i зил қурба ва янха анил фахша'i вал-мункар вал-бағи. Ақиқатында Алла әділдікті, ихсанды, ізгі іс, ізгі амалды және ағайынға қарайласуды бұйырады, қамқор болуды бұйырады. Сондай-ақ арсыздықтан, жамандықтан аулақ болуды, зиянды істерден, қателіктерден Алла Тағала адам баласын тияды. Құрметті қадірменді жамағат, бұл аятта Алла Тағала мұсылман адамның дүниеде шексіз берген неғметтеріне шүкір айта отырып, жақсылық жасауға, ізгілік жасауға, ағайын тұмамен жақсы мәміле жасауға, қарым-қатынас жасауға, барша арсыздықтан, күнәлі істерден тияды. Қасиетті Құранда Алла Тағала осы нәрсеге өсиет қылса, сүйікті пайғамбарымыз өзінің хадисінде «Қад афлаха ман аслама ва рузиқа кафафа ва қаннағаху Аллаху бима атаху». Білесіздер, ең үлкен неғмет ол ислам неғметі, мұсылмандық неғметі, жүрекке берген Алланың иманы ең үлкен неғмет. Кім Аллаға бойсынып иман келтірсе, өзіне жеткілікті рызық несібені Алла берсе, және оған ең басты қасиет қанағатты берсе, барлық жақсылықты берген екен деген мағынадағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Бұл хадистен біз екі нәрсені түсінеміз. Бірінші, шынайы итағат ету, бойсыну, иман келтіру бір Аллаға болатындығын. Екінші, қанағат адам баласының рухани жүрегіне тыныштық беретіндігін, дүниеге өзінің қолындағы бар нәрсеге қанағатшыл болатындығын білдіретін ең ұлы мұсылманның сипаттарының бірі бұл қанағатшылдық. Осы хадисте біз осы екі нәрсені түсінеміз. Сүйікті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам және бір хадисінде айтады: «Ар-рахимуна ярхамухумуллах». Мейірімділерді, басқаларға қайырымды болатындарды Алла мейіріміне алады. «Ирхаму ман фил арды». Жер бетіндегі барлық тіршілікке мейірімді болыңыздар. «Ярхамукум ман фис сама». Алла Тағала сіздерді өз мейірім рахымына алады дейді. Сондықтан мұсылман адам қанағатшыл әрі мейірімді, рахымды, қайырымды болу керек екен. Ендеше қанағат жүректегі барлық дерттерді, дүние қоңыздықтан, қызғаныштан, көре алмаушылықтың осы жүрек дерттерінің негізгі емі ол қанағатшылдық екен. Қанағат бұл нағыз шынайы иманы кемел болған мұсылманның сипаты. Мұсылман адам бай да болуы мүмкін, мұсылман адам кедей де болуы мүмкін. Егер оның жүрегінде қанағатшыл деген сипат болатын болса, ол кедейліктен, жоқшылықтан адамдарға қол жайып көшеге шығып кетпейді екен. Енді өзіне берген байлыққа мастанып, астамшылық жасап, шүкірсіздік танып, тәкаппарланып, сол байлығына мастанып кетпейді екен. Қанағат бұл осы екі жағдайда да мұсылман адамның жүрегінде болу керек. Білеміз, біздің қазақ ойшылдары, ғалымдарымыз, біздің даналарымыз айтқан тәрбиелік мәні бар, мағынасы бар сөздердің барлығында негізін қасиетті Құран мен пайғамбарымыздың сүннетінен бастап алған. Абай атамыздың мынандай әдемі сөзі бар: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қой, 5 асыл іс білсеңіз дейді. 5 негізгі қасиетті мұсылманның бойындағы болуы тиіс болған 5 сипатты айтады. Талаптану, іздену, әрекет ету, еңбек,
екіншісі. Үшіншісі терең ой. Мұсылман адам әрқашан ойлану керек, пікір қылу керек, жаратылыс жайында пікір қылу керек, Алланың құдіретін сезіну үшін пікір қылу керек. Қанағатшылдық және мейірімділік, рақымдылық, осы 5 асыл іс жайында айтты. Бүгінгі сіздермен болатын бөлісетін уағызымыз осы 5 нәрсеге тоқталамыз. Бірінші, осы 5 асылдың ең алғашқысы Абай атамыз айтқандай, бұл талап. 5 асыл істің бастауы талап. Адам баласы биік мақсаттарға жету үшін, өмірдің мәнін табу үшін әрқашанда талапты болу керек, талаптану керек. Кемелдікке, жақсылыққа жету үшін әрқашан мұсылман адам талапты болу, алға ұмтылу керек. Сондықтан да дана халқымыз айтқандай, талап бұл мұсылман адамның өмірінде өте маңызды. Бұл мұсылманның нағыз сипаты. Бізде көп жағдайда шүкір, қанағатшыл бол деген кезде осы талапшылдық басылып қалады. Барына шүкір деймін ғой, қанағат қылам ғой деп жалқаулыққа көбірек бой алдырып жатады. Жоқ, талапты болу керек, әрекет ету керек. Мұсылман адам әрқашанда ізденпаз болу керек. Білім алсаңыз да бірінші талап етесің. Алладан сұрай отырып, жаттайсың, оқисың, үйренесің білмейтін нәрсеңді. Бұның барлығы еңбек, талап. Талабың болмаса, ол іс өнбейді. Кез келген іс. Осыны бітіруің керек, осыны соңына жеткізуің керек деген талап болған кезде ғана сізде әрекет болады, еңбек етесіз, соның мұратына, мақсатына жету жолында талаптанасыз. Қазақ айтқан, талапты ерге Алланың нұры жауады деген. Бұл қазақтың сөзі. Талапты ерге нұр жауар деп бекерге айтпаған. Өйткені талаптансақ, біз бір нәтижеге жетеді екенбіз. Сүйікті пайғамбарымыз да айтады өзінің хадистерінде: "Ихрис ала ма янфаука вастаин биллахи ва ла та'жиз." Өзіңе пайдалы нәрседе ұмтыл, әрекет ет. Алладан жәрдем сұра, дәрменсіздік танытпа, жалқаулық қылма. Бұл пайғамбарымыздың хадисі. Демек, талапшыл болу, әрекетшіл болу бұл мұсылманның сипаты, айнымайтын. Екінші, еңбек. Еңбек ету бұл берекенің бастауы. Алла Тағала адам баласын тектен-тек жаратқан жоқ. Үлкен жер бетінде жақсылық жасау үшін еңбек етіп, адал ас тауып, жақсылыққа қол жеткізу үшін жаратты. Жақсы адам болу үшін, бойына жақсы мінездерді, сипаттарды қалыптастыру үшін. Сол мінездердің, сол сипаттардың бірі ол мұсылман адамның еңбекқорлығы. Мұсылман адам еңбекқор болу керек. Бұл біздің мойнымызға Алланың қойған парыздарының бірі. Жалқау ол еш уақытта исламда, жалпы адам баласының табиғи болмысы да қаламайтын адамға, мұсылман адамға жалпы жағымсыз сипаттардың бірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде айтатын болса, Алла Тағала да Құранда айтады. Қазір біз жұма намазына жиналып отырмыз. Ол жұма намазына қатысты аят бар Құранда, жұма сүресінде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза қудиятис-салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллахи вазкуруллаха касиран лааллакум туфлихун. Намаз өтелген соң, осы жұма намазын айтып жатыр бұл жерде. Жұма намазы өтелген соң жер бетіне таралыңыздар. Адал кәсіп қылып, Алланың шексіз сендерге таратып қойған, шашып қойған рызқы несібелерін адал жолмен нәпақадан іздеңіздер. Бұдан қалса, күнделікті 5 уақыт намазымыз бар, қосымша дұға тілектеріміз бар, Алланы көп зікір қылыңдар. Сонда екі дүниеде де азаптан құтыларсыңдар деп Алла Тағала жұма сүресінде, жұма намазы өтеліп болғаннан кейін, жалпы намазында өтеп, Аллаға құлшылығын жасап болғаннан кейін, жер бетінде адал еңбекпен рызқы несібеңді табуға Алла Тағала Құранда бұйырып жатыр. Дана халқымыз айтады, еңбек бәрін жеңбек дейді. Еңбек етсең ерінбей, қояды қарны тіленбей.
шариғатымызда тілемшілік жасау, қол жайып біреуден сұрау құпталмайтын жағымсыз іс, жек көрінішті іс. Сол үшін қазақ осы шариғаттан алған: еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, ешкімге қол жаймай, Алла Тағаланың берген рызқысын тауып, қарның тоқ, киімің бүтін жүресің. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір сахаби, ансарлық сахаба келеді: я Расулалла, маған көмек беріңізші, бала шағам аш отыр дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: үйіңде не зат бар дейді. Үйімде бір төсенішім бар, және бір су ішетін тостағанымыз бар дейді. Сол екі затты маған алып кел дейді әлгі сахабаға. Пайғамбарымызға алып келген кезде пайғамбарымыз жанында отырған сахабаларына айтады: мына затты кім сатып алады дейді. Сонда сахабалардың бір тұрып: я Расулалла, мен 1 дирхамға сатып алам дейді. Сонда пайғамбарымыз: одан көбірекке кім сатып алады тағы деп бірнеше рет қайталайды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасындағы сахаби тұрады: я Расулалла, мен 2 дирхамға сатып алам дейді. Құрметті жамағат, сол уақытта 1 дирхам 1 қойдың бағасы. Сөйтті де әлгі 2 дирхамды алып, сатылған заттың ақшасын алып та әлгі ансарлық сахабаға береді: мынаның біреуіне базардан барып балта сатып алып кел дейді. Енді бір бөлігіне отбасыңа азық түлік алып тамақ апарып бер дейді. Сөйтіп әлгі сахаби базарға барып балта сатып алады. Балтаны сатып алып келген кезде пайғамбарымыз өз қолыменен сол балтаға сап жасап береді. Сөйтеді де: енді 15 күн маған көзіме көрінбе дейді. Ана тауға, қырға шықта отын шауып, халыққа алып келіп сатып, еңбек ет деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еңбек етуге жол көрсетеді. Сөйтіп арадан 15 күн өтеді. 15 күн өткеннен кейін әлгі сахаби келеді, қолында 10 дирхамы бар. 15 күнде ол 10 қойдың ақшасын тауып алды. Ол ненің артында? Бірінші Аллаға тәуекел етіп, Алланың жер бетіне шашып қойған рызқы несібесін не істеді? Маңдай терімен тауып, осындай жетістікке жетті. Ислам осыған шақырады, еңбек етуге шақырады, жұмыс жасауға шақырады. Кейде біз жамағаттарды көреміз, арамызда бір адам азаматтар болады, жолда қалып қалдым басқа деп, бірақ шындап келген кезде тепсе темір үзетін, бойында күш қуаты бар жас азаматтар. Еңбек ету керек. Жамағаттан айтып жіберіңізші, көмек көрсетіп жіберсінші деген бір өтініштер айтып жатады, өкінішке орай. Біз айтамыз қолымыздан: бауырым, мен саған көмектесейін, бір жамағаттар жұмыс жасайды, солармен бірге қосылып сіздер жұмыс жасаңыз, еңбек етіңіз деп біз соған шақырамыз. Неге? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жолы солай, исламның жолы солай. Алла Тағала адам баласын жер бетіне халифа деген жер бетіне билік жасайды деген сөз. Жер бетінде Алла Тағаланың шашып қойған рызқы несібесін тауып, адал еңбек етуге Алла Тағала бұйырған. Осы хадистің жалғасында пайғамбарымыз айтады: әлгі кісі 10 дирхам тауып алып келді ғой, енді еңбек етіп. Міне осы еңбегің қияметте, осы дүниеде қол жайып адамдардан мұқтажбын деп қол жайып адамдардан сұрағаныңнан, осы еңбегің қайырлы, қияметте сол сенің бетіңе дақ болып басылатын еді дейді, егер қол жайып жүре берсең. Осылай еңбек еткенің саған қайырлы деп пайғамбарымыз айтады. 3 жағдайда адамға қайыр сұрауға болады дейді, көмек сұрауға. 3 жағдайда. Осыны құрметті жамағат жақсылап ұғынып алайық. Осы хадисте айтады: бірінші, аса ауыр жоқшылық жағдайында, ашаршылық болған кезде жан сақтау үшін сұрайсың. Мүлдем жоқшылық кезде, бұл қазақтың басынан өткен ашаршылық болған замандарда. Екінші, сен көтере алмайтын деңгейде қарызға батқан кезде дейді. Мүмкін емес сен оны енді қазір жалғыз өзің оны төлеп тастауың мүмкін болмаған бір сондай жағдайға түсіп қалсаң. Алла одан сақтасын баршамызды. Үшінші, құн ақысы дейді. Адамды жазықсыз немесе адамды қателесіп өлтіріп қояды, соның құнын сұраған кезде ол адам, бір адамның құны 100 түйе. Бір түйең миллион тұрса, ол 100 миллион теңге деген сөз. Оған адамның кейде жағдайы келмейді. Осындай жағдайда ғана шариғат рұқсат етеді екен көмек сұрауға. Ал қалған жағдайда бала шағасын асырау, өзіне керек дүниесін табу, бұл әрбір мұсылманның өзінің міндеті екен. Бұл имам Абу Даудта келген хадистің риуаяты. Үшінші, терең ой пайдасы. Қасиетті Құранда Алла Тағала ойлануға, пікір қылуға, ақыл иелері үшін ойлануда үлкен бір ғибраттар бар екендігін айтады. Исламда жалпы мынау шариғаттың тілімен айтатын болсақ, тафаккур, пікір ету, пікір қылу. Қараңыз,
пікір пайғамбарлардың ғибадаты. Пайғамбарлар өте көп пікір қылған Алланың жаратылысы жайында. Ізгілердің әдеті дейді, жақсылардың жолы дейді. Жаратушының құдіретін тануға, жаратушыны тануға алып баратын ең ұлы жолдардың бірі ол пікір қылу. Қасиетті Құранда айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул иннама а'изукум биwahидатин ан тақуму лиллахи масна ва фурада сумма татафаккарун. О Мұхаммед деп пайғамбар саллаллаху алейхи бұйырып жатыр. О Мұхаммед, оларға, адам баласына айт деп жатыр. Сендерге бар жоғы бір ғана насихат айтамын. Естеріңді жинаңдар. Мейлі жұп болып, мейлі оңаша қалып, Алланы, Алла үшін осы жаратылыстарға қарап пікір қылуларыңды бұйырамын деп айт, ей Мұхаммед деп Алла Тағала пайғамбарымыз арқылы біздерге айтып жатыр. Пайғамбарымыздың және бір хадисі бар. Ман арифа нафсаху арифа раббаху дейді. Кім өзін таныса, ол Раббысын танып дейді. Егер біз адам ретінде саналы, басымызда миымыз бар, парасатты адам ретінде ойланып, біздің қазақ айтады ғой, адамның 12 мүшесі, 12 мүшеміз сау болып тұрған 12 мүшемізге, жұмыс жасап тұрған 12 мүшемізге қарайтын болсақ, жүректі қараңыз. Тоқтаусыз соғып тұрады. Бір адам 100 жыл өмір сүрсе, 100 жыл тоқтаусыз. Бұл не деген жаратылыс? Кім жаратты оны? Адам істеген жоқ оны. Бұл адамның қолынан келмейді. Осы күнге дейін медицина ғылымы адамға жасанды жүрек жасауға тырысып жатыр. Бірақ сәтті шықпай жатыр әлі. Өйткені бұл Алланың құдіретіменен, аса құдіретіменен, мейірім рахымымен жаратқан жаратылыс бұл. Егер пенде өзін таныса, кім екендігін, сөзсіз Құдайын таниды дейді. Құдайды танымай жүрген адам демек өзін танымайды деген сөз. Алла пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Тафаккару фи халқиллахи ва ла тафаккару фи затиллах." Алланың жаратып қойған сансыз мыңдаған жаратылыстары бар. Сол жаратылыс жайында пікір қылыңыздар, ойланыңыздар, ақыл жүргізіңіздер. Алланың заты жайында емес. Алланың затын қайтесің сен? Алла қай жерде, аспанда ма, Алланың қолы бар ма, көзі бар ма деп кейбір жамағаттар басын қатырып жатады адамдардың. Сен оны айтып жатқан жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланың жаратылысы жайында пікір қыл дейді. Сол кезде Раббыңды танисың. Алла еш нәрсеге ұқсамайды. Алла жаратылмаған, біз жаратылғанбыз. Осы жаратылыстарға пікір қылу арқылы біз Құдайымызды таниды екенбіз. Бұл үшінші терең ой, ақыл санамен ойлану, пікір қылу. Төртінші, қанағат, қазақ айтпақшы, қарын тойғызар. Ислам адам баласының көркем мінез құлыққа ие болуына, сабырлы болуға, шүкіршіл болуға, төзімді болуға, қанағатшыл болуға тәрбиелейді ислам. Дініміз осындай асыл қасиеттерді мұсылманның бойында болуын талап етеді. Әрбір мұсылман осыған міндетті. Қанағат бұл тілге айтқан жеңіл болғанменен адамның өмірінде бақытты табудың алғашқы бір кілті десек болады. Бір адам бар, байлық дүниесі жетеді, материалдық, бірақ жүрегінде тыныштық жоқ, ол адамда қанағат жоқ деген сөз. Енді бір адам бар, тасып атқан байлығы жоқ, бірақ оның жүрегінде Құдайға деген шүкіршілігі бар, қанағаты бар, барына қанағатты, бақытты өмір сүріп жатыр, жүрегі тыныш, ұйқысы тыныш. Осы жерден ақ біз не істеуге, қанағаттың біздің өмірімізге қаншалықты маңызды екендігін білуімізге болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде қанағат жайында көп айтқан болса, Алла Тағала қасиетті Құранда да айтады бұл жайында. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ман амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фанухаййихи хаятан тойиба ва ла нужзияннахум аджрахум би ахсани ма кану яъмалун. Қайсы бір мүмін, ер немесе әйел ізгі іс істеп, біз оған міндетті түрде жақсы өмір, ізгі іс істейтін болса, міндетті түрде оған бір жақсы өмір береміз дейді. Жақсы тіршілік береміз дейді. Әрі біз оған өзі істеген амалынан да хайырлы, жақсы сый-сияпат береміз дейді. Осы жердегі, осы аяттағы, Нахл сүресіндегі хаятан тойибан деген сөзге тәпсірші ғалымдарымыз түсіндірме береді. Хаятан тойиба, жақсы өмір деген, жақсы тіршілік дегені қанағат ететін тіршілік дейді. Тіршілігінде қанағаты бар өмір береміз дейді. Егер біздің тіршілігімізден Алла Тағала қанағатты алып қоятын болсақ, онда біз ашкөздік, ерлік, исрап, ізденгіштік, ешқандай бір ниет, ниеттен садаға бермейтін, ешқандай бір ниет, ниеттен
жаңағы тойымсыздық, шүкірсіздік, дүниенің артынан дүние қоңыз болып, өмірдің мәнін де мағынасын да түсіне алмай қор болып кетеді екен адам баласы. Сондықтан осы аяттағы хаятан тойибаны баршамызға нәсіп етсін. Тіршілігінде қанағаты бар, шүкіршілігі бар, өмірді баршамызға Алла нәсіп еткен болсын. Шүкіршіл құлдардың қатарында болуды жазсын. Қазақта әдемі сөз бар ғой: қанағатшыл қарын тойғызар, қанағатсыз жалғыз атын сойғызар. Бұл өте үлкен мән мен мағынаға толы өмір. Өмірден алынған, қазақтың тәжірибеден өткізген, сөйтіп барып айтқан сөзі. Фудайл ибн Ияд деген ғалым өткен, сол кісінің осы қанағат жайында айтқан әдемі сөзі бар. Анықтамасы десек болады. Дүниені тәрк ету Аллаға жақындаудың бірден бір себебі. Қанағатшылдық дүниеде де, дүниені тәрк етуден де, және дүниені іздеуде де қанағатшыл бірге жүреді дейді. Бізде қанағатшыл бол десе, дүниені іздеме, дүниенің артынан қума, дүние талап етпе, тіршілік жасама деген түсінік пайда болады. Жоқ. Мана айтқандай жоғарыда, қанағат бұл байда да болады. Бай дүниесі, шаруасы жүріп тұрған адамда да болады. Қарапайым шаруа адамда да болады. Екеуінің өмірінде де жүрегі тыныштық болады. Дүниесін уайымдамайды. Білесіздер, имам Абу Ханифаның мына бір оқиғасы бар. Ол кісі үлкен саудагер болған ғой, бай дәулетті болған. Керуені келе жатады, үстінде тауарыменен. Сосын келе жатқан керуенің жайында көмекшісі келіп құлағына сыбырлайды. Осындай дәріс жамағаттың алдында отырған кезде имам тынышталып қалады да кішкене. Содан кейін барып Аллаға шүкір дейді. Кішкене уақыттан кейін әлгі көмекші енді тағы келіп құлағына айтады, сыбырлайды. Тағы үндемей қалады. Халық, жамағат, шәкірттері бәрі қарап отыр. Алхамдулилля дейді тағы да, кішкене уақыттан кейін. Сосын сұрайды ғой: ұстаз, немесе шайх, сіз мана бірінші құлағыңызға келіп сыбырлағанда үндемей алхамдулилля дедіңіз, екіншісінде де солай дедіңіз. Бұның сыры не болды, не жағдай болды дегенде, бірінші келген кезде маған айтты: сіздің бәлен қаладан келе жатқан бәлен керуеніңіз жолда қарақшылардың қолына түсіп тоналды. Жоқ, дүниесімен керуен жоқ, түйесімен жоқ деді. Кішкене ойланып, жүрегімді тыңдадым дейді. Сөйтсем, жүрегім уайым қайғырып жатқан жоқ дейді. Аллаға шүкір. Дүние жүрегіме кірмеген екен деп Аллаға шүкір айттым дейді. Екінші кішкене уақыттан кейін әлгі көмекшісі келіп: имам, сіздің керуеніңіз аман екен, басқа кісінің керуені екен, сіздің керуеніңіз келе жатыр екен деп сүйінші хабар айтады. Сол кезде де жүрегімді тыңдадым дейді. Жүрегім қатты қуанар ма екен? Жүрегім қатты қуанған жоқ, бір қалыпты болды. Сол үшін Аллаға шүкір айттым, жүрегіме дүние байланбаған екен деп. Мұсылман адам бай бола ма, кедей бола ма, оның жүрегінде қанағатшыл деген сипат болатын болса, ол дүниеге қайғырмайды. Алланың бергеніне шүкір айтады. Алла өзі алып қойса, оған да шүкір айтады. Өйткені өзі берді, өзі алды. Дүние, мүлік, барлығымыз мына жаратылыс кімдікі? Толықтай Алла тағаланікі екен. Сондықтан мұсылман адам қанағатшыл болу керек. Қанағат қарын тойғызар деп қазақ бекер айтпаған. Қанағатшыл жалғыз атын сойғызар деп. Шәкәрім бабамыздың мынандай бір сөз бар екен: бәріне қанағат қыл, бәріне қанағат қыл да адал еңбек ет деген. Барлығына қанағат қыл. Сенде не нәрсе бар, соның барлығына қанағат қыл. Сөйтіп адал еңбек қыл. Бұл еңбек етуге әрі қанағат екеуінің ұштасатын, бұл мұсылманның бойында болатын сипат екендігін осы жерде айтып жатыр. Бесінші, құрметті жамағат, рахымды болу, қайырымды болу, мейірімді болу. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: инналлаха бин-наси ларауфур рахим. Расында Алла Тағала пенделеріне өте мейірімді. Біздің осылай өмір сүріп жатқанымыз Алланың мейірім рахымы. Біз Алланың мейірім рахымына бұл дүниеде, тіршілігімізде де, пәни дүниемізде де мұқтажбыз. Ақыретте де, қияметте де Алланың мейірім рахымына мұқтажбыз. Сондықтан пайғамбарымыз хадисінде айтады: "Ман ла ярхамун наса ва ла ярхамухуллаху азза ва жалла". Кім адамдарға мейірімді таныта алмайтын болса, қамқорлық қыла алмайтын болса, оны жақсы көре алмайтын болса, жанашыр бола алмайтын болса, Алланың мейірім рахымы оған болмайды дейді. Сондықтан мұсылманның тағы бір өте үлкен бойында табылу керек болған сипаттарының бірі ол мейірімді, сүйіспеншілік, жақсы көру, жанашырлық, уайымдау.
мұсылманның жағдайын басында бір іс түссе, оны уайымдап, оның жағдайын сезіну бұл мұсылманның сипаты. Абай атамыз бір өлең шумағында айтады, білесіздер, бұны барлығымыз жаттағанбыз. Махаббатпен жаратқан адамзатты, Алла тағала бізді сүйіспеншілікпен, мейірім, рахыммен жаратқан бізді, да, махаббатпен жаратқан бізді, жақсы көріп жаратқан пенделерін. Сен де сүй ол Алланы жәннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жол осы деп әділетті білгін дейді. Қараңыз, бізді Алла тағала махаббатпен, сүйіспеншілікпен жақсы көріп жаратқан болса, екінші, біз неге адамдарды, өзіміз секілді адамдарды Алланың жақсы көрген мақұлығын, жаратқан жаратылысын неге жақсы көре алмасқа? Неге оған мейірімдік таныта алмасқа? Алланы да біз жақсы көреміз, Алланың жаратқан жаратылыстарын да біз жақсы көруіміз керек, мейірімді, қайырымды болуымыз керек. Өйткені бұл біздің мұсылмандық сипатымыз, Алланың біздерге бұйырған әмірі деп білейік.